Кедей жұмысшы бір күні жұмыстан қуылды. Басқа табысы болмағандықтан балалары 3 күн тамақсыз, нансыз қалды. Қайда жұмыс іздеп барса да жұмыс жоқ деп есікті жауып қояды. 3 күн қатарынан балалардың аштығы ананың жүрегін жаралады. Шарасыз күйеуінен балаларды көріп тұрсың ба? Аштықтан беттері сарғайып кетті. Біз көтере аламыз, бірақ олар көтере алмайды. Бұл істің соңы не болмақ? Сіз бұл туралы ойладыңыз ба? Айтты. Күйеуі еңкейген басын әйеліне бұрып, мен бірнеше күннен бері ешқайда болмадым. Бір күн болса да көңіліңіз толсын деп, ең төменгі жалақы болса да жұмыс іздедім. Бірақ маған ешкім жұмыс бермейді. Балаларымның жағдайы менің де жүрегімді ауыртты. Бірақ өздеріңіз көріп отырғандай, мен ештеңе істей алмаймын, деді ол. Сонда келіншек, олай болса, той шалымды алып сат, қанша ақша болса да бірдеңе әкел, бала шағамызды асырайық, дейді. Қалған үшін Алла аса мейірімді. Ол тәртіп беруші. Біз үшін жақсы есік ашылады. Ұяттан қызарған күйеуі басынан кешкен қиын жағдайды ойлап, сандықтағы әйелі әкелген әлі жаңа орамалын алып, базарға кетті. Ол кезде олар орамалды 2 дирхамнан артық сатып ала алмайтын. Алған ақшасына бірдеңе алмақ болғанда жолда бір қайыршыға тап болады. Қайыршы өтіп бара жатқандарға Алла разылығы және пайғамбарының махаббаты үшін құр қол өтпеңдер деп айтатын. Маған Алланың разылығы үшін көмектесетін адам бар ма? Дүниеде менде ештеңе жоқ, мен шынымен мұқтажмын. Орамал сатқан адам қайыршыға келеді. Әйелінің орамалының ақшасын бірнеше күннен бері тамақ ішпеген балаларына бірдеңе алмақ болған қайыршыға берген. Енді үйге құр қол бару ыңғайсыз болды. Орамалдың ақшасын сұраған әйеліне не деп жауап береді? Орамалың үшін 2 дирхам берді, қайыршыға бердім, қайыр сұрағанына шыдай алмадым деп қалай айтады? Осы ойлармен мешітке кіріп, құптан намазын оқып, үйіне құр алақан оралды. Әйелі мен балалары оның жақсылық жасауын күтіп отырды. Олар кешігумен жақсы нәрсе келеді деп ойлады. Әкесі үмітсіз есіктен қарады. Әйелі бұл жағдайға таң қалды. Ал балалар бүгін түнде аш болады деп қатты жылай бастады. Әйел таңырқағанда ашулы да үнмен орамалмен не істегенін сұрады. Күйеуі әйеліне бәрін бір-бірлеп айтып берді. Әйел істің ақ-қарасын білген соң сабырмен, орамалдың ақшасын Алла жолында бердіңіз, ол ұлық, отағасы. Ол сенің жомарттығың үшін бізді қалаған уақытында марапаттауға қабілетті. Сіз дұрыс істедіңіз, қай есік ашатынын көрейік, айтты. Таңертең әйел күйеуіне әкесінің үйінен әкелген қабырға сағатын беріп, оны сатып, орнына қанша алатын болсаң, соны әкел, дейді. Базарға барып сағатты сатпақшы болады. Бірақ алушы жоқ. Шаршап, шалдыққан ол балық сатушыға тоқтады. Балықшы қатты айғайлады. Балық бар, балық. Оның қолында 2 ғана балық қалды. Бір кедей балықшыға барып, бұл сағат маған емес, бұл балықтар саған пайдалы емес, маған мына 2 балығыңды бер, мен саған мына сағатты беремін, дейді. Тапсырыс берушіні жинаймын деп таңнан бері шулаған балықшы бұл кісінің ұсынысын қабыл алды. Ол балықты беріп, сағатты алды. Бірнеше күннен кейін үйіне бірінші рет тамақ әкелгеніне қатты қуанған әке балықты қолына алып үйіне жүгірді. Әкесінің тамақ әкелгенін көрген балалар қатты қуанды. Әйел балықты тазалау үшін ас үйге кірді. Сәлден соң таң қалып қожайынына телефон соқты. Бір балықтың қарнынан үлкен інжу шықты. Кедей маржанды алып зергерге барады. Зергер інжу маржаның баға жетпес екенін, егер олар оны сатса 14.000 дирхам төлейтінін айтты. Кедей қиыншылықтың артта қалғанын сезді. Алланың оған игілік есіктерін ашқанын түсінді. Оны зергерге 14.000 дирхамға сатып, ақшасын алып үйіне қайтады. Үйге келіп әйеліне болған жағдайды айтып берді. Олардың барлығы қайғы қасіреттерін жойған үшін Құдайға шүкіршілік етті. Осы кезде есіктен үй иелері, Алланың бергенін маған беріңдер деген қайыршының дауысы естілді. Бір кедей адам есікті ашып, осы кезде Алла тағала біз ойламаған жерден 14.000 дирхам берді. Алланың бергенін Алла разылығы үшін сұрап жүргенше, мен саған осы ақшаның жартысын беремін, жартысы біздікі болсын.
бір ауыз сөзге 7000 дирхам алғанына қуанып, ақшаның жартысын қайыршыға шығару үшін үйіне кіреді. Сыртқа шыққанда қайыршы жоқ. Ол анда-мұнда қарады, бірақ еш жерде көрінбеді. Үй иесі сол күні алаңсыз ұйықтап, түсінде қайыршыны көреді. Неліктен кеткенін сұрағанда қайыршы, мен қайыршы емес едім, Алланың періштелерінің бірі едім. Мен сенің үйіңе адам кейпінде ізгі істерді қаншалықты жақсы көретініңді, Аллаға қаншалықты тәуелді екеніңді білу үшін келдім. Алла сені соңғы рет сынап деңгейіңді көтеру үшін үйіңе жіберді. Күні кеше әйеліңнің орамалын сатып, 2 дирхам алғаныңда, сол 2 дирхамды алған мен едім. Сол 2 дирхамды Алла разылығы үшін сабырмен бергенің үшін Алла саған інжу маржан берді. Ал бүгінгі жомарттығың үшін о дүниеде теңдесі жоқ нығметтерге толы жәннатқа жетесің. Сіз сияқты ең қиын жағдайда да Алланың разылығын бәрінен жоғары қоятындарға жақсы жаңалық. Дүние байлығын бәрінен жоғары қойған баршамызға Алла разы болсын.